بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Өткен сабағымызда бауырлар Аллахқа мойынсынудағы ширк қосу жайлы айтқан едік. Аширку фи таа дейді. Христиандар мен яһудилер өздерінің діни бастықтарына мойынсынғандарын Аллах Таала Құранда оларға болған ғибадат деп айтқан еді. Егер кім өзінің діни бастығына Аллах Тааланың әміріне қарсы шығатын нәрсеге бұйырған кезде оған мойынсынатын болса, ол Аллахқа ширк қосу деп есептелінетінін айтып өткен едік. Және фиқ ғалымдары өз иштихадтары мен айтқан сөздерінде Құран мен хадиске қарсы келген иштихадтарына кім оны біле тұра еретін болса, ол Аллахқа ширк қосқаны деп айттық. Өйткені Аллахтан басқаны тыңдады. Дәл сондай әмірлер әлде бастықтар Алланың әміріне қарсы шығып, Аллах Таала тыйым салған нәрсеге рұқсат беретін болса, әлде Аллах Таала рұқсат берген нәрсені олар харам қылатын болса, кім оларға осы мәселеде еретін болса, олар Аллахқа ширк қосқан болады дедік. Тағы Алланың заңынан басқа заңдар, егер Аллах Таала харам қылған нәрсені халал қылатын болса, әлде Аллах Таала халал қылған нәрсені харам дейтін болса, кім оған осы мәселелерді еретін болса, ол Аллахқа ширк қосты. Ең соңғы айтқан мәселеміз ол қандай жағдайда болмасын, мұсылман кісі қиын жағдайға түсетін болса да, жеңіл жағдайда болса да, барлық жағдайда жалғыз Аллахқа ғана мойынсыну керек екенін, және Аллахтың шығарған заңына разы болу керек екенін айтқан едік. Қандай жағдайда болмасын, ол хукм шығару үшін Аллахтың заңына тоқталуы керек дедік. Өйткені кім Аллах Тааланың заңын қойып басқа заңға мойынсынатын болса, әлде өзінің мәселесінің шешімін басқа заңнан іздейтін болса, ол Аллахқа ширк қосты. Сондықтан да Аллах Таала Құранда ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به деп айтты дедік. Бұл мұнафиқтарға түскен аят еді. Аллах Таала бұл аятта айтады: саған түскен кітапқа және саған дейінгі түсірілген кітаптарға иман келтірдік деп өтірік айтқандарды көрдің бе дейді. Заам сөзімен айтты Аллах Таала. Өтірік айтты дегені, өйткені ол айтып отыр, юридуна ан ятахакам иля тағут. Өйткені өздеріне келген мәселелерде, бастарына түскен істерінде олар тағуттан хукм сұрайды. Аллахтан емес, Аллах Таала разы болатын кітаптан емес, керісінше тағутқа мұражат жасадылар. Яһудилердің заңы бойынша хукм шығарғанын қалаған еді олар. Аллах Таала айтып отыр, вақад умиру ан якфуру бих. Негізінде олар оның бәріне кәфір болуға бұйырылған еді. Аллахтың заңынан басқа заңның бәрін тастауға бұйырылған еді дейді. Сондықтан айтатынымыз, кім егер Алланың заңынан басқа заңды ұстануға шақыратын болса, ол Аллахқа ширк қосты. Әлде Алланың заңынан басқа заң бойынша хукм шығаратын болса, Аллахтың заңы бола тұра басқа заңмен хукм шығаратын болса, ол Аллахқа ширк қосты. Әлде басқа заңды Аллахтың заңынан абзал дейтін болса, әлде Аллахтың заңымен бірдей дейтін болса, ол Аллахқа ширк қосты. Әлде Аллахтың заңынан басқа заңмен де хукм шығаруға болады, әлде екеуінің арасында таңдауға болады деген ойға барса, ол да Аллахқа ширк қосты, кәфір болды. Негізінде біз жалғыз Аллахтың заңына ғана мойынсынуға бұйырылдық. Одан басқаға мойынсынған Аллахқа ширк қосты деп айттық. Сондықтан Аллах Таала Құранда ол мұнафиқтардың язаумун деп айтты, заам сөзімен айтты. Заам деген өтірік айту. Олар саған түскен кітапқа және саған дейінгі түсірілген кітаптарға иман келтірдік деп заам қылды дейді, өтірік айтты. Ал істеріне, бастарына іс келген кезде юридуна ятахакам иля тағут дейді. Тағуттан хукм алғанды қалайды олар. Алланың заңы бойынша келсе, олар өз қалағандарына жете алмайтынына көзі жеткен кезде тағуттың заңымен хукм алып, тағуттың заңынан хукм алып, өздерінің қалаған нәрселеріне жеткісі келген еді. Ал негізінде тағутқа кәфір болу, әлде тағут заңына имансыз болу, бұл таухидтың рукыны, таухидтың шарты. Аллах Таала Құранда Бақара сүресінде бұл жайлы айтқан еді ғой.
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Кім тағутқа имансыз болып, жалғыз Аллахқа иман келтіретін болса, ол дұрыс ақиданы ұстанған болады деп. Тағут дегеніміз Аллахтан басқа ғибадатқа лайықты деп табылған нәрсенің бәрі тағут дедік. Алланың заңынан басқа заңның бәрі тағут. Ал иманның шарттарынан біреуі сол. Шейхтар оны, ислам ғалымдары рукнул таухид дейді. Таухидтың рукны, тірегі, ол Аллахтан басқа тағуттың бәріне кәфір болу. Сондықтан Аллах айтып отыр: "Ва якфур бит-тағути", кім тағутқа имансыз болатын болса, тастаса олардың бәрін. "Ва юъмин биллах", жалғыз Аллахқа ғана иман келтірсе, ол дұрыс ақиданы ұстанған болады. Демек, кім Аллахтан басқаны заңына шағыратын болса, әлде оны ұстанатын болса, ол муахид болған жоқ, ол таухид иесі болған жоқ. Керісінше ол шайтанға ғибадат еткен, шайтанға ерген кісі, Аллахқа емес, шайтанға мойынсұнған болады. Сондықтан да Аллах Тағала осы аяттың соңында айтып тұр: "Ва юриду шайтан ан юдиллахум далалан баида". Бағана айтқан сөзімізден кейін. "Ва қад умира ан якфуру бих", олар тағуттың бәріне де кәфір болуға бұйырылған еді, ал шайтан оларды ұзақ адасуға кіргенін қалайды дейді. Шайтан оларды адастырғысы келеді, Аллахтан басқаға мойынсынуға шақырумен. Ал кім оны істейтін болса, ол Аллахқа мойынсынған жоқ, керісінше иблиске мойынсынған болады. Аллах Тағала Құранда мұнафиқтардың істеген ісін айтқан еді. Олар сондай бастарына іс келген кезде, шариғат, ислам шариғаты бойынша хукім шығарылатын болса, өздерінің қалаған нәрсесіне жете алмайтынын білген кезде тағуттан барып сұраушы еді. Яһудилердің заңынан өздеріне шешім алғысы келетін болған еді. Сондықтан Аллах Тағала олар жайлы айтқанда: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا деді. Егер оларға Аллах түсірген кітапқа және оның елшісіне келіңдер деп айтылатын болса, мұнафиқтар сенден бет бұрып атқанын көресің деді. Демек, ол мұнафиқтың сипаты. Аллах Тағаланың кітабынан хукім ал дейтін болсаң оған, істеп атқан ісің, айтып атқан сөзіңнің бәрі Аллахтың кітабына сәйкес болсын. Егер бір мәселені білгің келсе, әлде істеп атқан ісіңнің дұрыс әлде дұрыс емес екенін білгің келсе, саған төреші Аллахтың кітабы болсын, әлде оның елшісі деп айтылатын болса оларға, олар бет бұрушы еді дейді. Раайтал мунафиқина ясуддуна анка судуда дейді. Сенден олар бет бұрып қашып атқанын көресің мұнафиқтарды. Неге? Өйткені оларға заң керегі жоқ. Олар Аллахтың заңына иман келтіргендер емес. Сондықтан олар мұнафиқ деп тұр Аллах Тағала, жүректеріне иман жоқ. Керісінше олар өз жандарына ғибадат етіп атқандар. Денесіне жақсылық келетін болса, қандай заң болса да мойынсына береді. Денесіне қиыншылық келетін болса, онда еш нәрсеге мойынсынбайды. Ал елшіні Аллах Тағала не үшін жіберді? Елшілер не үшін келеді? Олар Аллахтың заңын жеткізу үшін, және оларға мойынсыну керек. Сондықтан одан кейінгі аятта, бұл аяттар Ниса сүресінің аяттары 60 пен 65 аяттың арасы. Одан кейінгі аятта Аллах Тағала айтады: "Уама арсална мин расулин илля лиюта'a биизниллах". Біз елшілерді Аллахтың бұйрығымен мойынсынуға жібердік дейді. Яғни елшілер не үшін жіберіледі екен? Аллах Тағалаға мойынсыну үшін, Аллахтың рұқсатымен. Аллах Тағала елші жіберді ма, оған мойынсыныңдар деп жіберді. Елшілерге мойынсыну керек, соның үшін олар жіберіледі дейді Аллах Тағала. Демек, елші келген кезде оны тыңдау керек, оған мойынсыну керек. Кім елшіні тыңдап оған мойынсынатын болса, ол Аллахқа мойынсынған болады. Құранда Аллах Тағала айтады бұл жайлы: "Ва юти'и расула фақад ата Аллах". Кім елшіге мойынсынатын болса, ол Аллахқа мойынсынды. Ал кім оған мойынсынатын болса, иншаллах, Аллах Тағала оған сыйлық беретінін айтты. Оның иншаллах күнәләрін кешіретінін айтты. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Егер олар зұлым жасап қойған кезінде жандарына, мұнафиқтар қателесіп, Аллахтан басқаның заңынан хукім сұрап барғаннан кейін, олар зұлым жасаған болды. Зұлым жасаған кезде олар жандарына саған келсе, сөйтіп Аллахтан кешірім сұраса олар, сен оларға кешірім сұрасаң Аллахтан, олар Алланы тәубаларды қабыл қылушы және кешіруші түрінде табар еді дейді. Аллах олардың күнәсін кешірер еді, тәубаларын қабыл қылар еді оларды, егер олар істеген қателеріне Аллахтан кешірім сұрап, саған келіп, сенден кешірім сұраса, біз үшін Аллахтан кешірім сұра деп саған айтатын болса, олар кешірімге жетер еді және тәубалар қабыл болар еді дейді.
Бірақ мұнафиқтар оны істеген жоқ. Керісінше бет бұрып қашты олар. Аллахтан басқаның заңын өздеріне дұрыс көрді. Сөйтіп, ақиқат олар үшін өтірік болды, ал өтірік ақиқатқа айналды. Олардың жүректері ақиқат не екенін түсінбейтін болды. Істеп жатқан істерінің бәрі батыл болуына қарамай, істеп жатқан істері фасад екеніне қарамай, олар оны жақсы істеп ойлады. Құранда Аллах Тағала Бақара сүресінде бұл жайлы айтады. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Егер оларға жерде фасад қылмаңдар деп айтылатын болса, олардың айтатын сөзі قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Керісінше біз жерді түзейтіндерміз. Керісінше біз жерде дұрыс амал жасап жатқандар. Ислах деген ол дұрыстау. Егер оларға жерде фасад жасамаңдар деп бұйырылады айтылатын болса, олар керісінше біз жақсы істеп жатырмыз, керісінше біз жамандықтарды қайтарып жатырмыз деп айтады дейді. Ала иннахум хумул муфсидун. Аллах Тағала айтады: Ала иннахум хумул муфсидун, валакин ла яшурун. Негізінде фасад қылушылар солар емес пе, бірақ олар оны сезбей жатыр. Фасад дегеніміз не ол жер бетінде? Аллахтан басқаның заңына мойынсыну. Бұл жайлы осы аяттың тәфсирінде Ибн Қаййим рахмахулла айтады. Көп тәфсир ғалымдары жер бетіндегі фасадты жасалып жатқан күнә және Аллахтан басқаға мойынсыну екенін айтты дейді. Қала аксарул муфассирин ва ла туфсиду фиха бил мааси ва дуа иля таати гайриллах. Көп тәфсир ғалымдарының сөзі бұл дейді. Аллах Тағала пайғамбарымыз алейхиссаламды жіберіп, шариғатты баяндап, жалғыз Аллахқа мойынсыныңдар деп бұйырып қойғаннан кейін күнә жасау және Аллахтан басқаға мойынсынуға шақыру сол фасад дейіледі дейді. Мұнафиқтардың істегені. Мұнафиқтар осыны істеген еді. Олар күнә жасады және Аллахтан басқаға мойынсынуға шақырды. Бұл аяттың тәфсірі сол дейді. فَإِنَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ وَالدَّعْوَ إِلَى غَيْرِهِ وَالشِّرْكُ بِهِ هُوَ أَعْظَمُ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ. Аллахтан басқаға ғибадат ету дейді. Және Аллахтан басқаға мойынсынуға шақыру. Ширк бұл жер бетіндегі ең үлкен фасад осы дейді. Жердегі фасад дегеніміз шындығында дейді, ол пайғамбарымыз алейхиссаламның әміріне қарсы шығу, Аллахтан басқаға мойынсыну және Аллахтан басқаға ғибадат жасау. Ал егер біз жерді дейді түзегіміз келсе, ولا صلاح لها ولأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع للرسول ليس إلا. Егер шынында жер бетінде біз ислах қылғымыз келсе, жерді түзегіміз келсе, және жердегі адамдардың жағдайын дұрыстағымыз келсе, онда жалғыз Аллахқа ғана ғибадат етілу керек, жалғыз Аллахқа ғана мойынсыну керек, Аллахқа ғана шақырылу керек. Және мойынсыну еру тек қана пайғамбарымыз алейхиссаламға болуы керек дейді. Ал басқаға мойынсынатын болсақ, Аллах пен оның елшісінен басқаға мойынсынатын болсақ, ол нәрсе Аллах пен оның елшісі шақырған нәрсе болуы керек дейді. Яғни ғалымдарға, дін бастықтарына мойынсынуға бұйырылдық. Қай мәселеде? Егер олар Аллах пен оның елшісі шақырған нәрсеге бұйырып атқан болса дейді. Басқа ешкімге мойынсынылмайды. Шартпен дейді. Тек қана Аллах Тағала бұйырған нәрсеге бұйырып атқан болса ғана, әлде пайғамбарымыз алейхиссалам бұйырған іске бұйырып атқан болса ғана мойынсынылады, болмаса басқа ешкімге мойынсынылмайды дейді. Иннама таат фил маруф дейді. Мойынсыну ол жақсылықта болады, күнәда емес. Егер олар Аллахтың әміріне мойынсынуға шақырып атқан болса, пайғамбарымыз алейхиссалам жолын ұстануға шақырып атқан болса, оларға тыңдау керек. Олардың әміріне қарсы шығып, шариғатты бұзуға, шариғатқа жаңалық кіргізуге шақырып атқан болса, күнә жасауға шақырып атқан болса, ондай кезде оларды тыңдалмайды да, оларға ермейді дейді. Кім болса сол болсын. Күшті болсын ол, ақылды болсын ол, Аллах Тағала тыйым салған істерге бұйырды ма, оған мойынсынылмайды. Тіпті Омар бин Хаттаб радиаллаху анхудан айтылады, бір күні хутба шыққан кезде мұсылмандарға айтты дейді. Егер мен Аллахқа мойынсынып атқан болсам, маған мойынсыныңдар. Аллахның әміріне қарсы шығатын болсам, мені тыңдамаңдар, маған мойынсынбаңдар деп айтты дейді. Сол кезде сахабалардың біреуі: егер шынында Аллахқа мойынсынсаң, әрине сені тыңдаймыз, мойынсынамыз саған. Алланың әміріне қарсы шығатын болсаң, сені қылыштарымызбен түзейміз деді. Демек кім болса сол болсын.
Аллах Таала тыйым салган нәрсеге буйрып атыр ма? Халалды харам деді ма, әлде харамды халал деді ма? Оған мойынсынуға болмайды. Ла таата фи маасиятил халиқ дейді имам Бухари риwayat еткен хадисте. Халиқтың әміріне қарсы шыққан нәрсеге бұйыратын болса, махлуқтың айтқанына мойынсынылмайды. Не айтса соны айтсын махлуқ. Сөйтіп сөзін жалғастырады да Шейх Ибн Қайим Жаузи айтады: ал кім әлемдің жағдайына қарайтын болса дейді, ол шынында жер бетіндегі ислахты, түзеуді, жер бетіндегі жақсылықтың себебі Аллахтың таухиди екеніне, және жалғыз Аллахқа ғибадат етіліп атқанын екеніне, және Аллах пен оның елшісіне мойынсынуының себеп болып тұрғанын көреді дейді. Жер бетінде тыныштық қашан болады? Жер бетінде қашан ислах болады? Әлде салах болады дейді, жақсы іс болады. Егер жалғыз Аллахқа ғана ғибадат етілсе, таухидпен адамдар өмір сүрсе, сөйтіп Аллах пен оның елшісіне ғана мойынсынатын болса, сонда ғана жер тыныштық өмір сүреді дейді. Шынында ойланып қараған кісі, жер бетіне, жердің жағдайына қараған кісі бұны ашық көзімен көреді дейді. Ал жердегі жамандықтар, жерде қиыншылық, фитна, бәленің себебі не екеніне қарайтын болса дейді, ол Аллах Тааланың әміріне қарсы шығуда, Аллахтан басқаға мойынсынуда, және Аллахтан басқа мойынсынуға шақыруда екенін көреді дейді. Шынында жердің бұзылуына, жердегі фасадтың себебі осы екен. Аллахтан басқаға мойынсыну, Аллахтың және оның елшісінің жолын тастау. Ал мұъминдер, мұсылман кісілер, шынымен Аллахтан қорққан тақуалы кісілерге бұйырылған нәрсе бар. Ол не? Ақиқат оған жетіп келді ма, оны тыңдап, оны бірден қабыл алуы. Ол шынында Аллах Таала Құранда олардың осы сипатын айтты. Оларға ақиқат келетін болса, олар ешқашан одан бет бұрып кетпейді. Нур сүресінде Аллах Таала жайлы айтады: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Шынында мұъминдердің сөздері, егер олар Аллахқа және оның елшісіне шақырылатын болса, араларында хукім шығару үшін, олардың айтатын сөзі сәми'на ва атa'на, естік және мойынсындық деп айтады. Ол мұъминнің сөзі. Ол ойланып отырмайды. Ол келген бұйрықты ақылға салып көрмейді. Ол басқа біреулерден ақыл сұрамайды. Керісінше, Аллах Таала мен оның елшісіне мойынсыныңдар деген бұйрық келетін болса, хукім, солардың хукміне көніңдер деген бұйрық келетін болса, олардың айтатын сөзі сәми'на ва атa'на, естік және мойынсындық деп айтады дейді. Ва улайка хумул муфлихун, солар азаптан құтылушылар. Муфлих деген ол қиямет күнінде иншаллах тозақтан құтылып жәннатқа кіретін кісі. Аллах Таала Құранда айтып жатыр: "Ва улайка хумул муфлихун", солар құтылушылар дейді. Неге? Өйткені оларға ақиқат келетін болса, Аллахқа және елшісіне мойынсыныңдар десе, олар бірден айтатын сөздері естік және мойынсындық дейді. Ал мұнафиқтардың, имансыздардың айтатын сөздері ондай емес екен. Құранда Аллах Таала яһудилердің айтқан сөзін айтты: "Сәми'на ва асайна" деді олар. Естік те бас тарттық деді. Алла сақтасын ондай болудан. Әлде Аллах Таала мұнафиқтардың сөзін айтады: "Ва яқулуна аманна биллахи ва бир-расули ва атa'на, сумма ятавалла фариқун минхум мин баъди залик ва ма улайка бимуъминин". Олар біз Аллахқа және оның елшісіне иман келтірдік және мойынсындық деп айтады. Содан кейін олардың бір тобы бас тартады дейді. Сумма ятавалла фариқун минхум мин баъди залик. Одан кейін бір тобы олардың бас тартады ақиқаттан дейді. Ва ма улайка бимуъминин, олар мұъминдер емес дейді. Бұл Аллах Тааланың сөзі. Демек, тілмен айтқан сөздің бәрі бекер. Егер ол оны шынында амалда көрсетпейтін болса, Аллах Таала айтады, олар айтады дейді: "Яқулуна аманна биллахи ва бир-расул ва атa'на". Біз Аллахқа иман келтірдік, біз оның елшісіне иман келтірдік және мойынсындық оған деп айтады. Сумма ятавалла фариқун минхум мин баъди залик. Одан кейін олардың бір тобы бас тартады одан. Аллахқа мойынсынбайды, оның елшісіне мойынсынбайды. Хукім шығару керек болатын болса, жандары қалаған, жандары жақсы көретін нәрсеге жүгіреді. Аллахтың заңы қалып қояды, пайғамбардың бұйрығы қалып қояды да, жаны нені жақсы көріп жатыр, соған жүгіріп кетеді. Сөйтіп, ол Алланың хукмынан бас тартқан болады. Фама улайка бимуъминин дейді. Олар мұъминдер емес дейді. Ал кім Аллахтың заңынан басқа заңды қалайтын болса, ол қандай заң болса сол болсын, оның бәрі жахилия заңы деп айтылады. Надандық заң, бекер заң.
Аллахтың заңынан басқа заңның бәрі бекер. Бұл жайлы Аллах Тағала Құранда айтып жатыр. Афа хукмал жахилияти ябғун ва ман ахсана миналлахи хукман лиқауми юқинун. Маида сүресінде. Олар жахилия хукмын қалайды ма? Жахилия хукмы деген не ол? Аллахтың хукмынан басқасының бәрі жахилия хукмы дедік. Ақылдылар үшін, түсінушілер үшін Аллахтың хукмінден жақсы хукм бар ма дейді Аллах Тағала. Шынында Аллах Тағала бізге не керек екенін, бізге не пайдалы екенін бізден жақсы біледі. Соған бұйырды бізді. Оған мойын сұну керек. Бізге не жаман екенін, не зиянды екенін бізден жақсы біледі. Одан қайтарды бізді. Соған мойын сұну керек. Ал кім басқа нәрсені өзіне пайдалы деп ойлайтын болса, басқа нәрседен өзіне пайда келеді, әлде зиян қайтарады деп ойлаған болса, сол заңға мойын сұнған болса, ол хукмул жахилияны ұстанды. Надандық заң ол. Тағут ол. Сондықтан Аллах Тағала өзінен жақсы заң иесі жоқ екенін айтады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам абғаду наси илаллахи азза ва жал ман ябтағи фил ислами суннатал жахилия деді. Имам Бухари риуаят етеді бұл хадисті. Аллах Тағала ең көп жек көретін адамдар исламда жахилия істерін қалайтындар деді. Исламда болып тұрып, жахилия, суннатал жахилия дейді. Жахилияда істелетін істі надандық кезінде дегі сүннеттер, амалдарды қалайтындар, соны болғанын қалайтындар, әлде болдыруға әрекет қылатындар Аллах үшін дейді. Алланың алдында ең жаман адамдар олар дейді. Демек, жоғарыда айтқан аяттар, дәлелдер, шынында кім Аллахтың хукмына мойынсынбайтын болса, оның мұсылман емес екеніне дәлел болды. Әлде кім Аллахтың заңынан басқа заң бойынша хукм шығаратын болса, оның мұсылман емес екеніне дәлел болды. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ дейді Аллах Тағала Маида сүресінде. Кім Аллах түсірген заң бойынша хукм шығармайтын болса, олар кәфирлер деді. Басқа бір аят, кейінгі аятта залимдер деді. Одан кейінгісі фасиқтар деді. Фасиқ, залим, кәфир деген сөздің үшеуінің мағынасы бір екенін Абдулла ибн Аббас айтады. Бұл үшеуінің мағынасы бір. Кім егер Аллахтың заңынан басқа заңны абзал дейтін болса, әлде оны бірдей дейтін болса, әлде Аллахтың заңын таныстап онымен хукм шығаратын болса, әлде оған басқаларды шағыратын болса, ол кісі Аллахқа серік қосқан кәфір болды. فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ فَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Аллах Тағала Ниса сүресінің 65-ші аятында айтады: егер олар келіспей қалған мәселелеріне саған келіп, сенің араларына төреші қылып, сен шығарған хукымға жүректерінен разы болып, оған мойынсынбағанша, олар иман иесі болмайды дейді. Демек, Аллахтың заңына мойынсыну, оған разы болу, ол иманның шарттары екен. Аллах Тағала айтып тұр. Олар өздерінің арасында келіспей қалған нәрседе саған келіп, сені төреші қылмағанша дейді пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға. Сен шығарған хукымға разы болмағанша, және оны мойынсынбағанша, олар иман иесі емес дейді. Мұнафиқтар өздерінің арасында келіспей қалған мәселелерінде пайғамбарымыз төреші қылмады. Сондықтан олар кәфір болды. Әлде шығарған хукмына бір тобы көнбеді. Ол олардың күфрі. Әлде басқа бір тобы оған мойынсынбады. Осының бәрінің имансыздық екенін Аллах Тағала Құранда айтып отыр. Олар өздерінің арасында келіспей қалған істерінде саған келіп, сен шығарған хукімге разы болып, оған мойынсынбағанша, олар мүминдер емес дейді. Ахзаб сүресінің 36-шы аятында Аллах Тағала айтады: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ. Аллах пен оның елшісі хукм шығарғаннан кейін ешбір мұъмин ер кісіге де, әйел кісіге де таңдау қалмайды істерінде дейді. Аллах хукм шығарып қойды ма, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хукм шығарып қойды ма, мұъминдердің ақысы жоқ. Егер ол мұъмин болатын болса, ер кісі болсын, әйел кісі болсын, ол жерде таңдаймын деуге, әлде басқа нәрсе іздеуге. Кім оны іздейтін болса, ол мұнафиқ. Омар бен Хаттаб сондай бір іздеген біреуді өлтіріп тастағанын өткен жол айтқан едік. Алланың елшісінің хукміне разы болмай, Омардан хукм сұрап келген кезде оны өлтіріп тастаған еді. Сөйтіп Аллах Тағала Құранда оның мұъмин емес екенін айтқан еді. Сондықтан мұны аятта айтып жатыр. Кім Аллах Тағаланың шығарған хукміне көріп тұрған болса, әлде пайғамбарымыз алейхиссалам айтқан хукмды көріп тұрған болса, одан кейін оған таңдау жоқ. Бұл аяттың түсу себебінде тәфсир ғалымдары бірнеше нелерді айтады, риуаяттарды. Бұл негізі
пайғамбарымыз алейхиссаламға келген бір әйел жайлы деп айтылады. Ол кісі келіп пайғамбарымызға күйеуге шыққысы келген еді. Сөйтіп, мен әмірімді сізге тапсырамын, мені алыңыз дегенде бір не қылған еді, белгі жасаған еді. Пайғамбарымыз алейхиссалам алды да оны өзінің асыранды баласы Зайд бин Хариске берді. Соған әйел қылды. Сол кезде ол разы болмады. Біз негізінде өзін қалап келген едік. Ағасымен өзі разы болмай сол сөзді айтқан еді дейді тарихта. Біз өзін қалаған едік, ол бізді құлына беріп жіберді деген кезде осы аят түскен еді дейді. Яғни Аллахтың елшісі хукім шығарып қойды ма, ондан кейін таңдау жоқ болды. Соны ұстануға бұйырылдық. Әлде Аллах Тағала хукім шығарып қойған ба, одан кейін мұсылманның ақысы жоқ онда басқа бір нәрсе ізденуге. Ал егер оны істейтін болса, олар Аллахтың хукмінен кейін басқа нәрсені іздейтін болса, әлде оның елшісінің хукміне көнбейтін болса, Аллах Тағала Қасас сүресінде айтады ондай кісілер жайлы. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Егер олар саған мойынсынбайтын болса, онда біл, олар өздерінің жандары қалаған нәрсеге еріп жатыр. Аллахтың хидаятын тастап, өз жанына ергендерден көп адасушы бола ма дейді Аллах. Демек, елші шығарған хукімге разы болмады ма, оған көнбеді ма, оны қабылдамады ма? Фа'лам аннама яттабиуна ахваахум дейді. Онда біл, олар өздерінің жандары, нәпстері жақсы көрген нәрсеге ергендер олар. Аллахтың хукміне емес, Аллахтың заңына емес. Ал Аллах Тағаланың хидаятын тастап, өз жанына сүйенушілер, әлде өз жанын жақсы көрген нәрсеге ерушілерден көп адасушы бар ма дейді. Сондықтан мұсылман кісі сақ болу керек екен. Аллахтың әміріне, оның елшісінің әміріне немқұрайлықпен қарауға болмайды. Керісінше оған бұйрық келді ма, Аллах Тағала мына нәрсені фарз қылды, істе деді ма, ұнаса да, ұнатпаса да, қиын болса да, жеңіл болса да, ол бірден мойынсынуы керек оған. Неге? Өйткені ол Аллахтың бұйрығы. Әлде пайғамбарымыз алейхиссалам осы нәрсені бұйырды, оны істеу керек деді ма, ол кісінің таңдауына, әлде оны тастауына, әлде жек көруге оның ақысы жоқ. Әлде Аллах Тағала, әлде оның елшісі мына нәрсені харам деді, оны тастау керек деді ма, оны ойлануға, ақылға салуына, әлде басқа біреумен ақылдасуға ақысы жоқ. Егер ол мұъмин болатын болса, оның бәрінен бірден бас тартады. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: "Ла юъмину ахадукум хатта якуна хаваху табан лима жи'ту бихи." Сендердің біреулерінің жаны қалаған, жаны жақсы көрген нәрсе, мен алып келген нәрсеге сәйкес болмағанша, ол иман иесі болмайды деді. Демек, мұсылман кісінің жаны жақсы көретін нәрсе не болу керек? Пайғамбарымыз алейхиссалам алып келген бұйрық. Оның жаны жек көретін нәрсе не болу керек? Пайғамбарымыз алейхиссалам тыйым салған істер. Егер кімдің жаны жақсы көретін нәрсесі пайғамбарымыз алып келген нәрсеге сәйкес болмайтын болса, оның иманы жоқтығын айтады. Шейх ибн Раджаб рахмахулла айтады: "Мағна хадис, осы хадистің мағынасы дейді, адам баласы толық иман иесі болмайды, егер оның махаббаты, егер оның жақсы көретін нәрсесі пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам алып келген бұйрықтарға сәйкес болмайтын болса." Ол пайғамбарымыз алейхиссалам алып келген нәрсені жақсы көретін болса, және пайғамбарымыз алейхиссалам жек көрген нәрселерді жек көретін болса, онда ол иман иесі дейді. Пайғамбарымыз нені жақсы көреді, соны жақсы көреді. Нені жек көреді, соны жек көру керек. Өйткені пайғамбарымыз айтып тұр: "Мен алып келген нәрсені жанында дұрыс көрмесе, ол кісі иман иесі емес" дейді. Аллах Тағала Құранда кім Алланың әміріне, кім Аллах Тағала жақсы көретін істі жек көретін болса, әлде кім Аллах жек көретін істі жақсы көретін болса, ондай кісілерді жек көретінін айтты. Ондай кісілердің істеген амалдарын жоятынын айтты. Мұхаммад сүресінде Аллах Тағала айтады: "Зәлика бианнахум иттабау ма асхаталлах ва кариху ридвана фаахбата аъмалухум." Өйткені олар Аллах Тағала жек көрген нәрсеге ерді дейді. Мұнафиқтар, мушриктердің ісі. Аллах Тағала жек көретін нәрсеге олар ерді. Ва кариху ридвана, және Аллахтың разылығын жек көрді олар. Фаахбата аъмалухум. Аллах олардың амалдарын жойып жіберді дейді. Оларға ешқандай қайырлы амал қалған жоқ. Амалын бәрі жойып жіберді, жоққа шығарды. Аллах оларды жақсы көрмеді. Неге? Өйткені олар Аллах жек көретін істі істеді. Аллах жақсы көретін істі тастады. Әлде мушриктер өздерінің нәпстеріне еріп тұрып Аллахтың әміріне қарсы шыққандары жайлы айтады дейді. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Бағана жоғарыда айтып кеткен аятымыз. Егер олар саған мойынсынбайтын болса,
онда біл олар нәпстерін еріп атқандар. Онда олар өз жаны жақсы көрген нәрсеге еріп атқандар. Аллахтың хидаятын тастап, өз жанына ерушілерден көп адасушылар болады ма дейді. Аллах пен оның елшісі жақсы көретін іс мұсылман кісінің жақсы көретін нәрсесі болу керек. Аллах нені жақсы көреді, оның елшісі нені жақсы көреді, соны бұл жақсы көруі керек. Аллах нені жек көреді, оның елшісі нені жек көреді, сол нәрсені жек көру керек. Егер ол келіспейтін болса, демек ол пайғамбарымыз алейхиссалам алып келген нәрсеге сәйкес болған жоқ оның жаны. Ондайлар иман иесі болмайды. Бида, жаңалықтар бауырлар қайдан келіп шығады? Шынында ойланып қарайтын болсақ, жаңалықтың исламдағы бидалардың келіп шығу себебі адам өзінің жанын, әлде өзі жаны жақсы көрген нәрсені шариғаттан жоғары қоюынан. Жаны нені жақсы көреді, соны шариғаттан жоғары қояды, оны дінге кіргізеді. Әлде күнә қайдан келіп шығады? Күнәнің келіп шығуына себеп Аллах жақсы көретін, оның елшісі жақсы көретін, және Аллах пен оның елшісінің жолынан жүрген мұсылман кісілер жақсы көретін істі тастап, жаны жақсы көретін істі істеуден шығады. Пенде өзінің нәпсін жақсы көрген істін істеуімен дінге жаңалық кіргізеді, күнә жасайды. Ал егер ол Аллах жақсы көретін істі, елшісі жақсы көретін істі, және елшісіне ерген бір топ мұсылмандардың жолын ұстанатын болса, оның жаны, олар нені жақсы көрген болса, соны жақсы көрер еді, тұра жолда болар еді. Бидағада жасамас еді, күнәда жасамас еді. Ал біз негізінде сол кісілердің жолынан жүруге бұйырылдық шынында. Яғни әрбір мұсылман кісіге арман, пайғамбарымыз алейхиссаламмен бірге болу, әлде оған ерген кісілермен бірге болу. Ал оларға жету үшін ол міндетті түрде амал жасау керек. Ол қай амал? Аллах Тағала Құранда Ниса сүресінде бұл жайлы айтады, 69-шы аятында: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Кім Аллахқа және елшіге мойын сынетін болса, Аллахқа және елшіге мойын сынатын болса, ол Аллах Тағаланы неғмет бергендермен бірге болады дейді. Улайка ма'аллазина ан'ама Аллаху алейхим. Олар Аллах Тағала неғмет бергендермен бірге болады дейді. Олар кімдер? Нәбиин, пайғамбарлар, сиддиқин, сиддиқтер, шухада, шахидтер, уассалихин, және салих кісілер, ва хасан алейка рафиқа, олармен жолдас болу өте жақсы нәрсе екен айтады. Шынында пенде қаламай ма оны? Аллах Тағала оған өзінің ең жақын, өзі жақсы көрген пенделері пайғамбарлармен бірге болуды ұсынып жатыр. Пайғамбарларға ең жақын болған сиддиқтармен бірге болуды ұсынып жатыр. Шахидтермен бірге болуды ұсынып жатыр. Салих амал жасаған, ізгі амал жасаған кісілермен бірге болуды ұсынып жатыр. Оларға жету үшін оның істейтін ісі не екен? Аллахқа және оның елшісіне мойынсыну. Өйткені Аллах Тағала осыны шарт қылып айтты. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Кім Аллах пен оның елшісіне мойынсынатын болса, ол солармен бірге болатынын айтты. Негізінде мұсылмандар оған асығу керек. Оны жақсы көру керек. Пайғамбарымыз алейхиссаламның өзі осы нәрсені жақсы көруші еді. Айша анамыз риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз алейхиссалам айтты дейді. Бухари риуаят етеді бұл хадисте. Ма мин набийин ямрад илля хуйра байна дуния вал ахира деген еді пайғамбарымыз алейхиссалам. Әрбір пайғамбар ауырған кезде дүние мен ақыреттің ортасында таңдауы беріледі оған деді. Аллах Тағаланың оларға берген ерекшелігі, оларға қиыншылық келетін болса, ауру келетін болса, оларға Аллах Тағала таңдау береді дейді. Яғни дүниеде қала ма, әлде ақыретке бара ма? Тағы өмір қалай ма олар? Пайғамбарлардың дұғасы қабыл болады. Сөйтіп пайғамбарымыз алейхиссалам айтып тұр. Әрбір пайғамбарға ауру келген кезде дүние мен ақыреттің ортасында таңдау беріледі оларға. Пайғамбарымыз алейхиссалам ауырған кезде дейді, ол кісі ма'аллазина ан'ама Аллаху алейхим минан набиyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin деп жатқанын естідім дейді. Сол кезде мен білдім оған таңдау берілгенін дейді. Айша анамыз айтып отыр. Ол кісіге ауру келген кезде дейді, сол сөзді айтып жатқанын естідім дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам жатқанда осыны айтып жатыр дейді. Аллах неғмет бергендермен бірге, пайғамбарлармен, сиддиқтермен, шахидтермен, салихтермен деген айтып жатқан сөзін естідім дейді. Оған таңдау беріліп, ол ақыреттің таңдағанын білгенін айтады. Соларға барғанды пайғамбарымыздың өзі жақсы көрген екен. Ал оларға жету үшін мұсылман кісінің істейтін ісін айттық. Ол не? Аллах пен оның елшісіне мойынсынуы.
Кім Аллах пен оның елшісіне мойынсынбайтын болса, ол терең адасуға кірді. Аллах Тағала Құранда айтқандай, кім Аллах пен оның елшісінің әміріне қарсы шығатын болса, ол терең адасуға кірген кісі болады. Ал кім оларға мойынсынатын болса, Аллах Тағаладан үлкен сыйлық бар екенін айтады. Олармен бірге болады иншалла. Бір кісі пайғамбарымыз алейхи келіп айтты дейді: "Я Расулаллах, мен сізді жақсы көремін" дейді. "Үйге барсам, асығып тұрам, сізді көргім келді" дейді. "Сізді көрмей қалсам, ренжимін" дейді. "Бұл дүниедегі жағдайымыз, келіп сізді көріп кетіп жүрміз" дейді. "Ал ертең өлетін болсақ, сіз де өлетін болсаңыз, Аллах Тағала сізге жоғары дәреже берді" дейді. "Сіз пайғамбарлармен бірге болып, мен сізді ол жерде көре алмай қалам ба" деп дейді. Уайымдаған дейді. Яғни сахабалардың уайымы. Пайғамбарымыз алейхиссаламды сондай жақсы көретіні, ол кісіні сағынады дейді. Тезірек барғысы келіп тұрады мешітке. Барып ол кісіні көрмей кетсе ренжиді. Дүниеде ол дейді. Ал ақыретте Аллах Тағала сізге жоғары дәреже беріп, сізді көрмей қалам ба деп қорқамын дейді. Ол жерде сіз пайғамбарлармен бірге боласыз да, мен көре алмай қалам ба деп қорқамын деген кезде осы аят түскен еді дейді. Кім Аллахқа және оның елшісіне мойынсынатын болса, ол Аллах неғмет бергендермен бірге болады, пайғамбарлармен, сиддиқтармен, шахидтермен және салихтар. Және мойынсыну, бауырлар, ол ең жақсы, ең абзал топтың сүннаты біз үшін. Аллахқа мойынсыну, оның елшісіне мойынсыну. Бұл сахабалардың сүннеті иншалла. Сахабалар ешқашан Аллахтың әлде оның елшісінің әміріне қарсы шыққан жоқ. Бүгінгі күнде Ахлі сунна вал жама ақидасын ұстандық деген кісілер міндетті түрде олардың істеген амалын істеу керек. Бірінші Аллахқа, кейін оның елшісіне мойынсыну керек. Міндетті түрде. Неге? Өйткені кім оған мойынсынбаса, ол мұъмин емес. Дәл сондай айттық па біз сәләф ақидасын ұстанған, қиямет күнінде тозақтан құтылатын, жеңіске жететін топтың ақидасын ұстандық дедік па, олардың ісі Аллахқа мойынсыну еді. Олар ешқашан Аллахтың әміріне қарсы шыққан жоқ. Әлде оның елшісінің әміріне қарсы шыққан жоқ. Тіпті ол тірі болып араларында жүрген кезінде де, әлде өлгеннен кейін де олар оның әміріне қарсы шыққан жоқ ешқашан. Солардан үйренуіміз керекпіз. Омар радиаллаху анху Абу Бәкір Сиддиққа Усама бин Зайдты ауыстыр деген кезінде, пайғамбарымыз алейхиссалам өлетін кезде соңғы сөздері Усама бин Зайдты византиялықтарға қарсы соғысуға бастық қылып жіберіңдер деген еді. Сол кезде Усама әлі бір 20 жасқа толмаған жас жігіт. Ол әскердің ішінде Омар бин Хаттаб бар, Осман бин Аффан бар, Али, Талха, Зубайр, бірнеше үлкен сахабалар бар ана жерде. Бірақ пайғамбарымыз алейхиссалам Усаманы бастық қылыңдар деп бұйырды. Сөйтті де ажал келіп, пайғамбарымыз алейхиссалам өлді. Абу Бәкір Сиддиқ бірінші болып жіберетін істейтін ісі осы болды. Усаманы бастық қылып әскер жіберіңдер деді. Мадинада жағдай қиын болса да, Мадиналықтардың жағдайы қиын дегеніміз, пайғамбарымыз алейхиссалам өлгеннен кейін сол айналада тұратын арабтар мұртат бола бастады. Закат бермейтіндер шықты, закатты фарз емес дейтіндер шықты, закатты өзіміз аламыз дейтіндер шықты, діннен бет тұрған мұртаттар болды. Сөйтіп бүкіл Мадинаның айналасында тұратын арабтардың талайы мұртат бола бастады. Жан жақтан келіп жатқан хабар жақсы емес хабар. Ал пайғамбарымыздың бұйрығы Усаманы Византияға қарсы соғысуға бастық қылып жіберіңдер деген. Пайғамбарымыздың бұйрығына ешбір қарсы шыққан жоқ. Әскер жіберілуі керек деген ойдан ешкім тоқтаған жоқ. Әскер жіберу керек. Тек қана Омар бин Хаттабтың айтқан сөзі, Усама жас қой, оның орнына үлкенірек, соғысты бұрыннан көріп жүрген, жақсы соғыс жолдарын білетін бір сахабаны неге ауыстырмайсың деп Абу Бәкір Сиддиққа айтқан кезде, Абу Бәкір Сиддиқ айтады: пайғамбарымыз алейхиссалам сайлаған кісіні Абу Бәкір алып тастайды ма? Ол болмайды деді да Усаманы өзін жіберді. Демек ешқашан пайғамбарымыздың әміріне қарсы шыққан жоқ олар. Қандай жағдайда болмасын. Пайғамбарымыз алейхиссалам тыңдаушы еді. Неге? Өйткені пайғамбарды тыңдау, Аллахты тыңдау дедік. Пайғамбарымызға мойынсыну, Аллахқа мойынсыну. Ал пайғамбарымыз алейхиссалам бізге айтады: алейкум би суннати ва суннат хулафаи рашидин ал-махдиин мин ба'ди. Адду алейха бин наважиз фатамассаку биха. Сендерге менің сүннетімді және менен кейінгі халифалардың сүннетін ұстану уәжіп болды. Оларға мойынсыну керек екенін айтты. Оны азыл тістеріңмен тістегендей тістеңдер, қатты ұстаныңдар.
дінге жаңалық кіргізуден сақ болыңдар. Дінге кіргізген жаңалықтың бәрі бида, биданың бәрі қараңғылық, қараңғылықтың бәрі тозақта. Бұл пайғамбарымыздың бұйрығы. Онда пайғамбарымыз алейхиссаламнан кейін сахабаларға мойынсыну, олардың ішінен халифтарға мойынсыну, халифаларға бұйрық еді. Сахабалар қарсы шыққан жоқ оған. Тіпті бәрі бірдей болған болса да кезінде олардың арасынан халифа болып сайланатын болса біреу, оның әміріне қарсы шықпаушы еді. Неге? Өйткені кім халифаға мойынсынатын болса, ол пайғамбарымызға мойынсынған болады. Пайғамбарымыздың бұйрығы ол. Талай жағдайларда сахабалар өздерінің нәпсі жақсы көретін нәрсе болатын болса да оны тастаушы еді, егер оған халифа бұйыратын болса. Неге? Өйткені пайғамбарымызға мойынсыну керек. Егер тіпті сендерге қара хабаши, эфиопалық деген қара негр, басы мейіздей қара болса да әмір болып сайланатын болса, оны тыңдаңдар, мойынсыныңдар деп пайғамбарымыз ашсын бұйырған еді. Бұл пайғамбарымыздың бұйрығы ма? Мойынсыну керек пе еді? Олар мойынсынды. Сондықтан Аллах Тағала оларға жеңіс берді. Сондықтан олардың істеріне барака болды. Соның себебінен бүгін алхамдулилля ислам діні бүкіл әлемге таралды. Ешқашан олар өздерінің жақсы көрген нәрсесін бірінші орын қойған жоқ. Тіпті Халид бин Валид жайлы айтылады. Ол кісі Аллахтың қалауымен сондай бір мықты стратегик болды соғыста. Соғыс жолдарын өте жақсы білетін, тәжірибесі өте күшті еді. Исламға дейін мушрик кезінде қанша соғысқа шыққан болса, оның бәріне жеңіспен қайтқан кісі еді. Ислам дінін қабылдағаннан кейін қанша әскерге бастық болып барған болса, оның бәріне жеңіспен қайтты. Бірде-бір рет оның әскері барып жеңіліп қайтты деген тарихта болмаған екен. Тіпті адамдарда сондай түсінік пайда бола бастады. Ислам әскерлері қай жерде деп сұралады дейді. Сон пәлен жерінде жүр. Бастығы кім оның? Халид бин Валид. Онда жеңіс келеді деген түсінік басталды. Сол кезде Омар бин Хаттаб Абу Бакр Сиддиққа айтты дейді. Халид бин Валидті ауыстыр дейді. Өйткені адамдардың таваккулі Аллахқа емес Халидке болып қалып жатыр. Адамдардың арасында мушриктер пайда болуы мүмкін. Абу Бакр Сиддиқ жалпы істер жақсы барып жатқаннан кейін, онда бір қатерді жақын емес екенін көргеннен кейін жалғастыра берсін ісін деді. Бірақ Аллахтың қалауымен, Аллах Тағала хукмымен Абу Бакр Сиддиқтың ажалы келді, Омар бин Хаттаб халифалықты алды. Бірінші болып істеген ісі ол Халид бин Валидке бұйрық жіберді. Хат жазып жіберді. Егер бұл бұйрығымды алатын болсаң, біл сен осынан кейін әншейін жай әскерсің. Ал бастықтықты басқа сахабаға тапсыру керек еді. Сол кезде, Аллах, егер ол нәпсті қалаған кісі болатын болса, егер ол Аллахқа әлде оның елшісіне мойынсынбайтын кісі болатын болса, және дүниеден өзі жағына қалаған нәрсесіне жетуге әрекет қылатын болса, талай бір шайтанға адасып, талай бір істерге баруы мүмкін еді. Және оған адасып қосылып кеткендер болуы мүмкін еді. Неге? Өйткені Халид бин Валидті сонша бір жақсылықтарға себеп болып жатқанын халық көріп тұр. Сол кезде Халид бин Валид, Омар бин Хаттаб, мен алып тастамақшы, мен не істедім, мен тек қана дінге пайда істеп жатырмын ғой деп айтатын болса, оны тыңдайтындар көп болар еді. Бірақ ол кісінің жүрегінде дүниеге деген махаббат жоқ еді. Әлде ол кісінің жүрегінде нәпсіне деген бір құрмет жоқ еді. Керісінше, оның құрметтейтіні, оның жақсы көретіні, оның махаббаты Аллахқа, оның елшісіне, және тек қана Аллах пен оның елшісіне ғана мойынсынатын кісі еді. Қатты алды, оқытты дейді, айтқан сөзі, мен дейді, халифаның қолындағы ислам жебелерінің біреуімін, қай жаққа қарап ататын болса, сол жаққа ауша бермеймін ба деді дейді. Сөйтті де бастықты тапсырды да, жай әскер ретінде соғысқа кіріп кетті. Бұл деген оның Аллахтың бұйрығына мойынсынуы дейміз. Өйткені Аллах Тағала елшісіне мойынсынуға бұйырды, ал елшісі өзінен кейін халифаларға мойынсынуға бұйырған еді. Ол оған әміріне мойынсынды. Ешқандай дәлел сұраған жоқ, неге деген жоқ, тартысқан жоқ, өзімен кездесіп сөйлескен соң кейін деген жоқ. Бұйрық қалай келді оған, бірден мойынсынды. Бұл шынында ең абзал топтың ісі деп тұрмыз. Сондықтан мұсылман кісі, егер шынында таухид иесі болам десе, тақуалы болам десе, жалғыз Аллахқа ғана ғибадат етем десе, онда ол Аллахқа мойынсынуы керек. Жалғыз Аллахқа мойынсынсын. Және Аллах Тағала кімге мойынсын деген болса, соған мойынсынсын. Аллах Тағала Құранда пайғамбарымызға мойынсынуға бұйырды. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Елші сендерге нені бұйырған болса, істеңдер, неден қайтарған болса, тыйылыңдар деді ма? Пайғамбарымыз алейхиссалам мойынсынуға бұйырылдық. Оған мойынсынсын. Ал басқа кісілерге мойынсынатын болса,
ол тек қана Аллах пен елшісі шақырған нәрсе болсын. Бастық болсын, ол ғалым болсын, ол фақих болсын, ол әке болсын, оларға қашан мойынсынамыз? Егер олар Аллах пен оның елшісі бұйырған бұйрыққа шақырып атқан болса, әлде Аллах пен оның елшісі қайтарған іске шақырып атқан болса ғана мойынсынады оларға. Әйтпесе басқа ешкім мойынсынылмайды. Иншалла, Аллах Тағала бәрімізді ақиқат тыңдап, ақиқатқа ерушілерден қылсын, иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.